Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қорықта. Мақсаты мораль туралы оқып білу, сандарды жазып үйрену. Ребята, тема сегодняшнего урока называется «В заповеднике». Сегодня прочитаем с вами про оленей и научимся писать числа. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер: қорық, заповедник, мүйіз, рога, еркін жүру, свободно ходить, жайылу, пастись, қоршау, огораживать. Жаңа сөздерді қайталаймыз. Қорық, мүйіз, қоршау, жайылу. Жаңа сөздерді оқимыз, сөздікке жазамыз және есте сақтаймыз. Келесі енді қорық деген сұраққа жауап береміз. Ребята, перед началом урока давайте узнаем с вами, что такое заповедник. Заповедник – это участок, где оберегаются и размножаются редкие ценные растения и животные. В Казахстане насчитывается 10 заповедников. Они находятся в собственности государства. Бұл бізде Наурызым қорығы, Үстірт, Барса келмес, Қаратау, Ақсу жабағылы, Алматы, Алакөл, Марқакөл, Батыс Алтай және Қорғалжын қорығы. Ребята, здесь написано их расположение, в каком году были созданы эти заповедники и их общая площадь. Вы можете самостоятельно ознакомиться. Бұл қорықтарда көптеген өсімдіктер және жануарлар қорғалады. Соның ішінде марал жануары қорғауға алынған. В заповедниках оберегают различные растения и животные. Из них у нас есть животное олень. Да? Ендеше, бірінші тапсырманы ойланып жауап берейік. Ребята, в первом задании вам даны вопросы, на которых нужно попробовать устно ответить. Маралдың салмағы қанша болады? Сколько весит марал? Бойының ұзындығы шамамен қандай болады? Как вы думаете, какой примерно их рост? Үшінші, марал немен қоректенеді? Чем они питаются? Ребята, попробуйте ответить на данные вопросы. Енді өзімізді тексерейік. Маралдың салмағы 300-400 килограммдай болады. То есть вес марала составляет около 300-400 килограммов. Бойының ұзындығы шамамен 2,5 метрдей болады. Их рост около 2,5 метра. Марал шөппен, жапырақпен, саңырауқұлақпен қоректенеді. Олени питаются травами, листьями и грибами. Ребята, я думаю, у всех правильно. Енді келесі екінші тапсырма: мәтінді тыңда және оқы. Бүгін анам екеуміз тау жаққа келдік. Мұнда марал өсіреді. Марал бұғының бір түрі. Бұл аймақта мұндай 8 шаруашылық бар. Қатон-қарағай қорығында маралдар өте көп. Олардың салмағы 300 килограммға дейін барады. Анам маралдарға сырға тағады. Келесі: марал бұғының бір түрі. Маралдар жазда еркін жүруді ұнатады. Біз жайылатын аймақты қоршап қойдық. Туыстарым оларды тікұшақпен бақылайды. Әрине, бұл оңай шаруа емес. Келесі: мынау маралдар тұратын қора. Бұл жерде олар қыста ғана тұрады. Жас төлдерді бөлек ұстайды. Қыста жануарларға дәрумен қосылған жем беріледі. Олардың негізгі қорегі шөп, жапырақ, жидек, жаңғақ және саңырауқұлақтар.
Келесі, мынау маралдың мүйізі. Бұл аса бағалы. Мүйізінен адам ағзасына шипа болатын дәрі-дәрмек жасалады. Мүйізді жылына 1 рет кеседі. Одан дәрі жасайды. Мүйіздері жыл сайын жаңарып, өсіп отырады. Балалар, мәтінді тағы 1 рет оқимыз. Және мына сұрақтарға жауап береміз. Ребята, в 3-м задании вам нужно устно ответить на вопросы. Маралдың құлағына неліктен сырға тағады? Для чего надевает серьги оленям? Марал жайылатын аймаққа неліктен қоршау тұрғызады? Зачем огораживать территорию, где пасутся олени? Қыста маралдарға неліктен дәрумендер береді? Зачем зимой им дают витамины? Маралдың мүйізінен не жасалынады? Что делает из рогов оленя? Ребята, по тексту попробуйте ответить на данные вопросы устно и голосовым сообщением отправьте своему учителю. Келесі, сен білесің бе? Марал мүйізі буын, бүйрек және жүйке ауруларына емдік пайдасы мол. Ребята, знали ли вы, что рога оленя обладают множеством лечебных свойств при заболеваниях суставов, почек и нервов? То есть рога оленя очень полезные, да? Енді келесі жазбаша жұмыс. 6-шы тапсырма, сандарды сөзбен жаз. В 6-м задании вам даны цифры, которые нужно написать прописью в тетради. Ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.